Армысыздар, құрметті көрермендер. Жұлдыз ТВ телеарнасында не жаңалық бағдарламасы және оның жүргізушісімен Әлімжан Асқаров. Осы аптада елде және әлемде орын алған ақпаратпен сіздерді таныстырамыз. Ыңғайлы жайғасып алсаңыздар, біз бастаймыз. Бүгінгі бағдарламада Қазақстан не үшін Тәжікстанға 100 ИВЛ аппаратын жіберейін деп жатыр. Вице-министр түсініктеме берді. Коронавируспен күреске бөлінген ақша ұрланды. Қылмыстық іс тексерілуде. Әнші Кентал 4 жыл бұрын түсірген вайн үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Иманғали Тасмағамбетов Атырау облысына 59 мың дәрілік препарат жеткізді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі Тәжікстанға жіберетін өкпені жасанды желдететін аппараттарға қатысты түсініктеме берді. Отандастарымызда өзімізді науқастарға ИВЛ жетпей жатқанда неге біз гуманитарлық көмек жасаймыз деген заңды сұрақ туындады. Осыған жауап берген денсаулық сақтау вице-министрі Людмила Бюрабекова Тәжік еліне кететін аппарат тек жедел жәрдем қызметіне арналған құрылғы дейді. Дәл мұндай аппарат елімізде толып жатыр екен. Бүкіл елдер бір-біріне көмектесуде. Біздің елге де келіп жатқан гуманитарлық көмек аз емес. Қазақстан Республикасының үкіметі расымен де Тәжікстан еліне жыл соңына қарай өкпені жасанды желдететін портативті аппарат түрінде гуманитарлық көмек жіберу туралы мәселені қарастырып жатыр. Бұл жерде портативті аппарат дегеніміз адамды ауруханаға жеткізгенше жедел жәрдем көлігінде ғана пайдалануға болатын жасанды тыныс алу аппараты. Олар бізде толып жатыр дейді Бюрабекова. Вице-министр түсіндіргендей, шағын аппараттарды Ақмола облысындағы зауыт шығарады. Енді осы зауыт портативті ғана емес, стационарларға арналған өкпе аппаратында шығаруға көшкен. Бюрабекова уәде бергендей, зауыт жыл соңына дейін еліміздегі бүкіл ауруханаларды өкпені жасанды желдететін құрылғылармен қамтамасыз етеді. Ендігі мақсатымыз жыл соңына дейін аман есен жетіп алу. Вице-министр дұрыс айтады. Бізге де көмек беріп жүрген елдер аз емес. Бірақ сол гуманитарлық көмек мекен жайына дәл жетіп жатыр ма? Қауіпсіздік кеңесінің аппараты мен президент әкімшілігінің ұсынысы бойынша құқық қорғау органдары коронавирус індетімен күреске бағытталған шетелдік гуманитарлық көмектің мақсатты және ашық жұмсалуын тексеру үстінде. Холоньюз сайтында жарияланғандай, коронавируспен күрескен бөлінген ақша ұрланған екен. Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының бюджет қаржысын жымқыруға тырысу деректері бойынша 3 қылмыстық істі тексеріп жатыр. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Одан бөлек Қазақстаннан жалпы сомасы 38 миллион теңге болатын медициналық масканың ірі партиясын контрабандалық жолмен алып өтпек болған қылмыстық топ ұсталды. Топтың мүшелері заңсыз тапқан 38 миллион теңгесін қымбат көлік пен бренд тауарларды сатып алуға мейрамханаларға жұмсаған. Ал көп отандастарымыз мейрамханаға баруды ұмытқалы қашан. Мемлекеттен көмек ретінде алған 42.500 теңгені бір айға жеткізудің амалын іздеп жүргендер қаншама. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайынның айтуынша 42.500 теңге балалы отбасыға жетпейді. Жәрдемақыны бала санына қарай тағайындау қажет. 42.500 теңгені бір адамға жеткізуге болады, алайда балалары бар отбасыларға бұлай жасау қиынға соғады дейді Аружан ханым. Оған еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов былай деп жауап берді. 42.500 теңге еліміздегі жалғыз әлеуметтік төлем емес. Бүгінде 1.700.000 астам бала тәрбиелеп отырған 390 мың көп балалы отбасы жәрдемақыны алып отыр. Біржан мырза қазақша өте жақсы сөйлейді, анық әрі түсінікті. Қазір оның жұмысы оңай емес. Қолдау білдіріп қойсақ артық болмас. Осы жаңалығымызға лайк басып, құрмет білдірейік. 42.500 теңгеден бөлек Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған медицина қызметкерлеріне өтемақы төлеу басталды. Оған 6 өңірден 123 өтініш келіп түскен. Қызмет барысында коронавирус инфекциясын жұқтырған медицина қызметкерлеріне 2 миллион теңгеден, қайтыс болған қызметкерлердің отбасына 10 миллион теңге өтемақы бекітілген еді. Дегенмен кейбір қайғы жұтқан отбасылар 10 миллион емес 10 есе аз қаражат иемденіпті. Оған себеп жақындары ресми түрде COVID-19-дан емес пневмониядан көз жұмғандығы. Өткен аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирус пен пневмонияны бөліп жармауды тапсырған. Енді жақындарынан айырылғандарға 10 миллион өтемақы төленетін шығар. Әйтпесе басында бір уәде беріп, кейін шарттарын көбейте беру жараспайтын іс. Ел коронавируспен күресіп жүргенде Алматы полициясы әнші Кенталмен күресті бастады. Полиция департаменті Талғат Кенжеболатовты Кенталды не үшін ұстағанын түсіндірді. Ресми мәліметке сәйкес, әлеуметтік желілерге мониторинг жасау кезінде полиция формасын киген ер адамның видеосы анықталған.
Құқық қорғаушылардың айтуынша, видео халықтың наразылығын туғызған. Привет всем, друзья. Я обращаюсь ко всем, у кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого-то проблемы в работе, у кого-то проблемы в семье, кого-то грызет кредит. Не переживайте, мы все равно все умрем. Бұл Вайн, онша күлкілі болмаса да, бұл әзіл. Қалайша Вайн халықтың наразылығын тудырады. Бұл видеодағы полиция формасында ер адам іс жүзінде ішкі істер органдарының қызметкері емес. Кенжеполатовтың іс-әрекетіне қатысты жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша құқықтық баға беріледі. Қазақстанда коронавирус инфекциясының таралуына және қайғылы оқиғаларға байланысты қалыптасқан жағдай аясында әзіл үшін болса да, мұндай үндеулер жасау дұрыс емес. Әсіресе полиция формасын қолдануы орынсыз, дейді полицейлер. Бұл Вайн 2016 жылы түсірілген. Бәсе 2020 жылы есі дұрыс адам Вайн түсіре ме? Осыдан 4 жыл бұрынғы әзіл. Ол кезде орынды да болған шығар. Я не оскорблял никого. Я просто снял Вайн, так как я снимаюсь в фильмах. 4 года назад я снял видео Вайн с черным юмором. Но там я никого не обижал. И это видео сейчас всплыло, и, соответственно, появился ко мне такой острый интерес. Құрметті вайнерлер, абайлаңыздар. Қазір түсіріп жатқан видеоларыңыз үшін 2024 жылы сұрау салынуы мүмкін. Ал Талғат бауырымызға берер кеңесіміз біреу ғана. Не переживайте. Мы все равно все умрем. Ал енді осы нотада позитивті жаңалыққа көшейік. Spotify музыкалық стриминг қызметі ресми түрде Қазақстанда қол жетімді болды. Spotify деген не ол деп жатқан шығарсыздар. Бірақ білетіндер де көп болуы мүмкін. 50 миллионнан астам музыкалық композицияларды заңды түрде тыңдауға мүмкіндік беретін танымал аудио қызметі. Бұрын естімесеңіздер, App Store немесе Google Play-ден жүктеп алып, тегін және заңды түрде музыка тыңдай аласыздар. Енді сіз пират емессіз, капитан Джек Воробей. Spotify-дан тек шетелдік әндерді ғана емес, өзіміздің де әуенді табасыз. Қазақстанда Spotify жұмысының қосылуы музыкалық сервистің Ресей нарығына шығуымен байланысты. Spotify Қазақстан Instagram аккаунтында көп танымал шетелдік әншілер бізді сервиске қол жеткізуімізбен құттықтаған. Бірақ арнайы еліміз үшін үндеу ешкім жасамаған. Сәлем, Ресей деп ұрып жатыр. Hello Russia, it's Katy Perry, and I just wanted to let you know that Spotify is now available for you guys. It's so awesome. It's an incredible platform. I use it all the time. And congratulations to Spotify for launching in Russia. I hope you guys will enjoy, and I hope you listen to me as well. Whatever brings you joy. Қазіргі қиын кезде халыққа жақындауды мақсат ететіндердің де бар екендігі рас. Жарнама үшін емес, жақсылықты жария ету үшін айтайын. Каспи KZ компаниясы пандемиямен қарсы күреске көмек болсын деп 100 жедел жәрдем көлігін сыйлады. Ауруханаларда жедел бригадаларына арналған санитарлық көлікті отандық автоөндіруші Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің техникалық ұсыныстарына сай жасайды. Рахмет, Каспи, біз үшін не істей аламыз деп шырылдап жүрсіздер. Рахмет. Отандық жұлдыздар да бірінші карантинге қарағанда да тәуірлеу іс жасап жүр. Қазір өнер иелері барынша елге пайда тигізуді мақсат еткені рас. Мысалы, Үміт Шуағы қайырымдылық қоры мен жігіттер квартетінің мүшесі Ердос Қанаевтың септігімен бір мұқтаж отбасы баспаналы болды. Жағымды ақпаратты естігеннен кейін Ердос мырзаның өзімен хабарласып едік. Бір айға жуық уақыт болды, сырқаттанып қалған екен. Толықтай жазылып алса, сол кезде Жұлдыз ТВ телеарнасындағы Welcome бағдарламасына қонаққа келіп, сұхбат беруге дайын екен. Аман есен сауығып кетуін тілейміз. Сондай-ақ, Шұғыла қорында жиналған қайырымдылықтың 450 миллион теңгесіне 4000 дана оттегі концентраторлары алынып, Қазақстан Республикасы бойынша бөлінген. Қымбатты отандастар, Алланың қалауымен көк түкірсе көл деп қаншама мейірбан жандардың атсалысуымен 450 миллион теңгеге жуық қаржы жиналып, 4000 тыныс аппараты, яғни оттегі аппараты келе жатыр. Қайырымдылық іс-шараны бастаған кезде 1000-ға жете ма, жетпей ма деген сұрақ туындаған, бірақ дәл қазіргі сәтте 4500-ге жетіп отыр. Оның барлығы сіздердің арқаларыңызда. Бізге борт қойып берген мемлекетке рахмет. Ассалаумағалейкум ағайын. Қиындықта ел бірге деп бекер айтылмапты. Осындай кезде біз бірігіп, осындай үлкен нәтижеге жеткізгенімізге баршаңызға рахмет айтамыз. Алғысымыз шексіз. Осы тараптан самолетті шешіп борт қойып берген ағайындарға да алғысымыз шексіз. Қиындықта ел бірге.
Ал Атырау облысына Иманғали Тасмағамбетовтің бастауымен Сәби қайырымдылық қоры Ресейдің Астрахань қаласынан жедел 59 000 дәрілік препарат жеткізді. Бұл туралы журналист Нұрғали Нұртай Facebook желісінде жазған болады. Оған қоса сол жердегі мешіттердің ұйытқы болуымен 50 сиыр сойылып, азық-түлік ретінде таратылған. Семей әкімдігі де шетте қалмай, халыққа қамқорлығын танытқысы келді. Фейсбукте блогер Яков Федоровтың айтуынша, қалалық әкімдіктен келген ер адам оның анасына бір дана бетперде әкеліпті. Шынымен бір ғана маска. Бірақ оны бірнеше рет қолдануға болады екен. Жуып шайып, қайта таға берсеңіздер рұқсат. Имбирдің суына жуған жақсы дейді негізі. Құрметті көрермендер, мені де, сізді де мазалап жүрген сұрақ бар. Біз осы коронавирусты жеңе аламыз ба деген. Басқа елдердің тәжірибесіне қарасақ, бұл пандемияны жеңуге болады. Мына видеоны көрейікші. Бұл архив емес, осы айда түсірілген бейне. Чехияда, Прагада. Чехтер коронавирустан құтылып, жеңісті тойлап жатыр. Біздің де көшемізде той болары анық. Аман есен сол күнге жетеміз. Сіздермен бірге болған Әлімжан Асқаров, Жұлдыз ТV телеарнасында Не жаңалық бағдарламасын үзбей қараңыздар. Осы видеоға лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Қиын қыстау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде біз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлде біз, әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз.